Siz ne istedim? Көрпеше тігіп жатырмын құлыным. Bırak korkmayın. Құрақ көрпе деген түрлі маталардан қиылып, әдемі түсін келтіріп тігетін қазақтың ежелден келе жатқан қолөнері. Бұл қолөнерлер қазаққа кең тараған. Құрақ көрпелердің түрі болады. Ром құрақ дейді, сегіз жапырақ құрақ дейді. Түс-түсіне қарай келтірген түрлі құрақтар бар бұл. Үйрендің бе? Құрақ көрпе дегеніміз әртүрлі матадан тігетін. Әне бір-біріне түсі бір-бірімен үйлесіп сән береді. Әжем өмір бұлағы, анам өмір сұрағы. Бесі күні тұрады, жүрегімде тұрады. Ой, құлыным, бұлағым, ең Құлыным сол. Әке, сіз не істеп жатырсыз? Ой, құлыным ау, мен аңа қамшы үйретіп жатырмын да. Ол қамшы деген қазақтың қанмен кеткен киелі, жігіттің серігі ғой, ер жігіттің. Үйдің киесі, бұл шаңырақ әр шаңырақта жүріп тұру керек, қолын келіп отыр қалған. Саған да үйреніп алған артық етпейді. Мына түсіндің ғой? Мына жағын түсіндің. Енді мынау қолға түсіп қалмау үшін қолға ұсталатын. Аттың үстіне келе жатқанда қолға ілесің. Мынаны байландырып келеміз дағы, мына жерде қағып тастаймыз. Қағып қатты басып, балғамен қағып. Мынау атпен жүрген кезде бұл қолда салғап тұру керек. Құтың ба? Келесі де анықтап, мынау бүгін 4 таспан үйреттік. Келесі де мен саған балам 8 таспан үйреттім. Бәкіліп қойған жайын қамшы. Қамшы төлен түгел. Сіз қандай өлең айтып жатырсыз? Ол қызым әжеңнің жақсы көретін әні халық әні бір бала ғой. Әжең айтып берейік па соны? Кәне бәрін? Талыдан таяқ